Сәлем достар, бүгін мен Гүлнұр сіздермен ыстықтай өте дәмді болып шығатын хачапури немесе сыр қосылған нан рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге алдын ала жылы сүтіміздің үстіне шамалы тұзымызды және өз қалауларыңызша дәміне қарай қантымызды қосып, оның үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды қосып аламыз да, одан кейін 1 шай қасық содамыздың үстіне шамалы ғана уксусымызды салып, бір келкі болып көпіргенше қасығымыздың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды бірден сала отырып, қолымыздың көмегімен бір келкі болғанша жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз да 1 сағат уақытқа тұндыруға жібереміз. Ендігі кезекте арасына салатын салмамызға кірісеміз. Ол үшін сырымызды үккіштен өткізіп алып, оның үстіне 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне, біздің қамырымыз 1 сағат уақытта тұндырып алдық. Енді осы қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 бөлікке бөлінген қамырымызды оқтауымыздың көмегімен ұн себе отырып, бір келкі етіп, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Жайып алған қамырымыздың үстіне 1 ас қасық сырымызды саламыз. Өз қалауларыңызша, мен 1 ас қасық салдым. Енді сыр салынған қамырымызды қолымыздың көмегімен дәл видеодағыдай түйіп шығамыз. Жақсылап біріктіріп аламыз. Себебі сырымыз шығып кетуі мүмкін. Осылай қолымыздың көмегімен баса отырып, 4 қамырымызды да дайындап аламыз. Ендігі кезекте ұн себе отырып, жақсылап жайылған қамырымызды алдын ала қыздырылған табамызға 2 жағын да қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Пісіп шыққан хачапуриміздің үстінен осылай сары маймен жақсылап бір келкі етіп майлап шығамыз. Міне, дәл осы видеомен жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет, келесі рецептте жолыққанша сау болыңыздар.